Армысыздар, қымбатты көрермендер. Бүгінгі хабарымызда З әрпіне тоқталамыз. Ол әліпбидегі 30-шы әріп. З әрпінің атасы Зайын атты семит әрпі. Ол қару немесе қылыш деген мағына берген. Бірақ жазылуы қазіргі Z әрпінде емес, бір-біріне қарама-қарсы көлденең жатқан екі сызық қана болған. Кейін бұл әріпті финикиялықтар өздеріне алған, бірақ олар көлденең қос сызықтың арасын түзу таяқшамен қосады. Бұл таңба оларда балтаның мағынасын берген. Финикиялықтардан бұл әріпті кейін гректер өздеріне көшіреді. Гректер зета деп атайды. Бірақ олар түзу таяқшаны сәл қисайтады. Осылайша бізге таныс З әрпі қалыптасады. Қызықты дерек, ағылшын латын әліпбиінде бұл таңба Z деп оқылады. Z таңбасы өнерде де қолданылады. Естеріңізде болса, Зорро фильмде бұл басты кейіпкердің таңбасы ретінде пайдаланылған. Сондай қазір Z ұрпағы деген түсінік бар. Бұл буынға 1994 жылдан кейін туған балалар жатады. З әрпі қазақ тілінде кең қолданысқа ие. Сөздің басында, ортасында, аяғында да кездеседі. З әрпінен басталатын есімдерге тоқталған кезде әрине сөз зергері Зейнолла Қабдолов жайлы айтпасқа болмайды. Зейнолла Қабдолов танымал әдебиет зерттеушісі, жазушы, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан және Қырғызстан республикаларының еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Зейнолла Қабдолов 1927 жылы 12 желтоқсанда Атырау облысында туған. Мектеп бітіргеннен кейін 2 жыл өндірісте жұмыс істеген. Содан кейін барып қана 1945 жылы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, 1950 жылы үздік дипломмен бітіреді. Еңбек жолын осы білім ошағынан бастап, сонда 50 жылдан астам уақыт ұстаздық етеді. Бірнеше буын шәкірт тәрбиелейді. Зейнолла Қабдолов ұстаздық ете жүріп, Жұлдыз журналы мен Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы міндеттерін қоса атқарған. Ұшқын және жалын менің Әуезовым романдарының, Адам, сыр атты әңгіме очерктер жинақтарының және бірнеше облыстық театрларының сахналарында қойылған Сөнбейтін от драмасының авторы. Менің Әуезовым романы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын иеленген. Қабдолов өмірінің соңына дейін әйгілі жазушы Мұхтар Әуезовтің шәкірті болған мақтанышпен айтады. Ғалым аударма жұмыстарымен де айналысып, Пушкиннің балықшы мен балық ертегісін, Гогольдің мақалалары мен хаттарын, Добровольскийдің сұр шинелді үш жігіт, Закруткиннің судағы станица романдарын, Островскийдің ұшынған ақша, Горкийдің күн перзенттері, Хикметтің елеусіз қалған есілер пьесаларын қазақ тіліне аударған. Оның сөз өнер атты оқулық монографиясын бүгінде қазақ тілі мен журналистика факультетінде оқитын студенттер оқулық ретінде пайдаланады. Сонымен қатар елімізде академик Зейнолла Қабдолов атындағы халықаралық сыйлық бар. Ол әдебиет саласының майталмандарына арналған елеулі байқаулардың бірі. Жазушы өмірінің соңында Махамбет шығармасын қолға алған. Бірақ өкінішке қарай оны аяқтай алмай кетті. Сөз өнерінің зергері атанған Зейнолла Қабдолов 2006 жылы дүниеден озды. Қымбатты көрермендер, біз бүгін есімі З әріпінен басталатын Зейнолла Қабдолов туралы әңгіме қозғадық. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі эфирде амандықпен кездескенше сау болыңыздар.